Қалдарыңыз қалай? Жаз келіп, барлығымыз компот варенье жауып жатырмыз. Келіңіздер, өріктен варенье дайындаймыз. Алдын ала сиропын дайындап аламыз. 5 литр суға 5 килограмм қант қосып, осылай сироп қалыңына келтіріп қайнатып аламыз. Мінекей видеодағыдай қалыптыға келген кезде жуылып тауыралған өріктерімізді саламыз. Ортасынан дәнегі алынған. Мінекей қайнап бастады. Жай отта қайнатыңыздар. Қатты отта қайнатудың керегі жоқ. Қайнаған кезде осылай көбіктері шығады. Көбіктерін бір шетке алып, бір кесеге алып қоямыз көбігін. Көбігін тастамаймыз. Көбігінен сағыз болады көбігі. Соны балалық шақтағыда жесек болады. Мінекей вареньеміз қайнап жатыр. Әдемі болып, реңгі қызарып, алтын цветте. Енді вареньеміз дайын. Кемінде 1,5-2 сағатта қайнайды. Осылай суын көреміз. Мінекей вареньемізді енді жуып, стерилизовать етілген банкаларымызға осылай құйып шығамыз. Банкамызды чайниктің ортасына қойып стерилизация етсек те болады. Күнге қойып стерилизовать етсек те болады. Әркім арқылы стерилизовать етеді. Мінекей банкаларға осындай құямыз. Және жауып ыстық жерге орап қойамыз. Суыған кезде барып ашамыз. Мінекей банкамызға құйып алдық. Мен ошақта дайындадық біз. Мінекей айналдырып жауып жатырмыз. Жауған кезде де закрывашкамен айналдырып шетін қысып барамыз. Мінекей видеоның соңына деп көріп отырғандарыңызға рахмет.